Мені бұл спортқа әкем алып келді. Бұл спортқа мен кішкентай кезімнен қызығушылығым болды. Мен бұл спортқа келгеннен бастап, ең алғашқы өз тренеріме сенім арттым. Және де ең алғаш мен жарысым Ақтөбе қаласында болған республикалық жарыс. Мен ол жарысқа өкінішке орай 3-ші орын алып қалдым. Және де сол жарыстан кейін мен жаттығып келесі республикалық жарыстарға дайындалған болатын. Одан соң мен екінші жарысында Қызылорда қаласынан 1-ші орын алып келген болатынмын. Содан соң мен көптеген травмалар алып қалған соң жарыстарға бара алмай қалдым. Сондықтан қазір енді травмаларын жөндеп, өзім жаттығу жасап, бұйырса әлем чемпионы болуға ниет етіп отырмын. Шынында мұнда жиналған жас спортшылардың көзінен жалындаған от пен рухты көруге болады. Бір-бірінен өтіп тұрған төзімді шымыр азамат-азаматшалар осы қалпыларынан таймаса, алдағы уақытта ел мерейін үстем ететін чемпион боларына бек сенімдіміз. Мені бұл спортқа әкем алып келді. Бұл спортқа мен кішкентай кезімнен қызығушылығым болды. Мен бұл спортқа келгеннен бастап, ең алғашқы өз тренеріме сенім арттым. Және де ең алғаш мен жарысым Ақтөбе қаласында болған республикалық жарыс. Мен ол жарысқа өкінішке орай 3-ші орын алып қалдым. Және де сол жарыстан кейін мен жаттығып келесі республикалық жарыстарға дайындалған болатын. Одан соң мен екінші жарысында Қызылорда қаласынан 1-ші орын алып келген болатынмын. Содан соң мен көптеген травмалар алып қалған соң жарыстарға бара алмай қалдым. Сондықтан қазір енді травмаларын жөндеп, өзім жаттығу жасап, бұйырса әлем чемпионы болуға ниет етіп отырмын. Шынында мұнда жиналған жас спортшылардың көзінен жалындаған от пен рухты көруге болады. Бір-бірінен өтіп тұрған төзімді шымыр азамат-азаматшалар осы қалпыларынан таймаса, алдағы уақытта ел мерейін үстем ететін чемпион боларына бек сенімдіміз.